Сәлем достар, каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тойымды әрі дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, пікірлеріңізді жазып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Жұмыртқаның тек ағын ғана істетеміз. Осылай барлығын жіңішкелеп тураймыз. Осылай жіңішке қылып барлығын турап аламыз. Тауықтың төс етін алдын ала пісіріп дайындап қойдым. Қызылшаны суға қайнатып. Тауықтың төс етін осылай қолмен ажыратсаңыз да болады, немесе жіңішкелеп турап алсаңыз да өз еркіңіз. Бұл жерде мен тауықтың төс етін пісқаннан кейін қызылшаның қасына қойған едім. Сондықтан сәл қызыл түске еніп тұр. Сырымыздың жартысын ғана қолданамыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тойымды. Қызылшадан 2 қостым. Мерекелік дастарханға қойсаңыздар да, немесе күнделікті жеуге де өте тойымды салат. Тұздалған қиярымызды да осылай жіңішкелеп турап саламыз. Барлығы дайын болды. Мен тек қара бұрыш, сәл ғана тұз қостым. Қиярымыз тұзды болғандықтан тұзын дәміне қарай қоссаңыз болады. Және майонезімізде де тұз бар. 2 ас қасықтай майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Салатымыз дайын. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.